Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте керемет дәмді үй жағдайында жасалатын оңай пирогты бірге жасайтын боламыз. Алдын ала бізге жарты стакан қант керек болады, бір жұмыртқа керек болады. Яғни венчиктің көмегімен жақсылап араластыратын боламыз. Осылайша бөлме температурасында тұрған маргариніміз керек болады. Оның үстіне разогретель салып, осылайша ұнымызды салатын боламыз. Қолдың көмегімен қамыр жасап аламыз. Яғни осындай листімізге қамырымызды жаятын боламыз. Осылайша қамырымызды жайып алдық. Енді біз алдын ала жуып алған мейіз дәнектерімізді салатын боламыз. Мендегі мейіз дәнектер асқабақ. Осылайша барлығын жайғастыратын боламыз. Достар, егер каналға тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп алыңыздар. Алдағы уақытта сіздермен жақсы рецептерді бөлісетін боламын. Осылайша мейіз өріктерімізді жайғастырып алып, яғни бетіне ызғышоңқымызды құйып шығатын боламыз. Осылайша барлығын құйып шықты. Енді біз, яғни бетіне күнжітпен мақты қолдандым. «180 градуста 35 минутта дайын болып шығады. Өте керемет, әдемі дастарханға қойсаңыздар да, қонақ келгенде өкінбейсіздер. Міндетті түрде жасап көруді ұсынамын. Достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Менің каналымның дамуына өз үлесіңізді қоса кетіңіз. Басқа группаға, чаттарға жіберуіңізді сұраймын. Видеоның соңына дейін қарағаныңыз үшін рахмет.